Жетісай көпейінде аудандық орталық ауруханасының ақ халатты абзал жандары мейірім мен жауапкершіліктің жарқын үлгісі. Бүгінде аурухана ұжымы бір мақсатта жұмылған, бір мүддеге қызмет ететін үлкен медициналық отбасы. Ауруханада 170 білікті дәрігер халық денсаулығы үшін аянбай еңбек етіп келеді. Олар әр науқасқа үміт сыйлап, кәсіби біліктілігімен адам өмірі үшін күресуде. Сонымен қатар орта буын мамандарының кәсіби деңгейі де жоғары. Жоғарғы санатты мамандар 280, бірінші санатты мамандар 26, екінші санатты мамандар 75. Мерейлі күн жүрек жылуын, мейірім мен адамгершілікті ту еткен ақ халатты абзал жандардың кәсіби мерекесі. Қайырлы күн. Бүгін Жетісай аудандық емханасында халықаралық мейіргерлер күніне арналған ерекше іс-шара ұйымдастырылды. Бұл мереке ақ халатты абзал жандардың еңбегіне құрмет көрсетіп, олардың адам өмірі мен денсаулығы жолындағы адал қызметін бағалайтын маңызды күн. Іс-шара барысында мейіргерлерге алғыс айтылып, марапаттар табысталып, мерекелік құттықтаулар жолданды. Мейіргер тек мамандық иесі емес, ол мейірім мен жанашырлықтың символы. Науқасқа үміт сыйлап, күн-түн демей еңбек етіп жүрген мейіргерлердің еңбегі әрдайым зор құрметке лайық. Жетісай аудандық емханасында бүгінгі таңда халыққа сапалы медициналық көмек көрсету бағытында жүйелі жұмыстар атқарылып келеді. Емхана ұжымы тұрғындардың денсаулығын жақсарту жолында аянбай еңбек етуде. Әсіресе мейіргерлер қауымы медицинаның негізгі тіректерінің бірі ретінде өз міндеттерін жоғарғы жауапкершілікпен атқарып келеді. Барша мейіргерлерді кәсіби мерекесімен тағы да шын жүректен құттықтаймыз. Еңбектеріңіз еленіп, абыройларыңыз арта берсін. Саламатсыздар, мен Жетісай аудандық орталық ауруханасының басшының сапа жөніндегі орынбасары Жаппар Бекдәулет Бақтыұлы. Біз Жетісай аудандық емханасында тұрмыз қазір. Біз Жетісай аудандық емханасының сыйымдылығы күніне 1000 науқасқа дейін қабылдауға жетеді. Бұл жерде рентген аппараттары, маммография аппараттары, флюора аппараттары, холтер, УЗИ сердца, УЗИ брюшной полости сондай аппараттарымыз бар. Тұрғындарға керекті медициналық кепілді көмектің барлығын қарастырылған. Бұл жерде жоғары санатты учаскелік дәрігерлеріміз, жалпы узкий специалист дара мамандарымыз баршасы осы жерде қамтылған. Кез келген науқасқа толық емдеу тактикасын және диагнозын нақты қоюға барлық жағдай жасалған. Мен Қалбекова Алмагүл Ортаевна осы Жетісай аудандық ауруханаға 1987 жылы жұмысқа келдім. Түркістан медицина колледжі бітіргенмін. 87 жылы жұқпалы аурулар бөлімінде жұмыс істедім. Одан кейін 1993 жылдан бастап ауылдық емхана Қазбекпеде жұмыс істеп жатырмын. 2008-ден бастап сол ауруханада, емханада аға мейірімгер жұмыс болып істеймін. Осы аудандық ауруханада көп науқастармен жұмыс істедік. Жұмыста әріптестерім бәрі жақсы. Бүгінгі кәсіби мерекелерін құттықтаймын мейірбикелерді. Еңбектерінде табысты болсын, абыройлары арта берсін, дендері сау болсын, отбасыларына амандық, дендеріне саулық, жұмыстарына береке мен табыс тілеймін. Осы кәсіподақ ұйымына да рахмет. Осындай өзіміздің мейірбикелердің кәсіби мерекесін атап өткізіп жатқанға басшыларға да рахмет. Көп.